Қазір мама бір тосын сый жасайық. Содан көрсе таңырқап қалады. Бір өзім тамағымен пісіріп сөйтіп маманы оятып келейін. Мама, біреу айқайлағандай болды ма? Солай естілген сияқты. Жақсы, мен барып кухняға тамақ пісіруім керек. Ұлым, ау, мам. Ұйықтап жатыр екенсің ғой, ештеңе. Жақсы, мен барып тамақ пісіріп келейін. Так. Тамақты кім пісіріп қойды? Анашым, ұлым. Иә, айта беріңіз. Тамақты сен бе пісірген? Иә, мен ғой. Сен тамақ пісіру білесің ба? Иә, мен енді үйреттіңіз ғой. Мен ұмытып қалатын болыппын. Соңғы кездері бар ғой. Рахмет жаным. Жүр екеуміз тамақ жейік. Жақсы, жүр кеттік. Баламның тамақ пісіре алатын ұмытып қаппын ше. Тамағын өте дәмді екен. Бургерді де өзің жасадың ба? Иә, әрине өз қолымнан жасадым ғой. Күшті болыпты. Тамағын өте күшті. Өте дәмді болыпты. Ал жақсы, енді мен тамағымды жеп болдым. Сен де жеп болдың ба? Мына жақты жинап тастайын. Ұлым, сен ұйықтадың ба негізі? Иә, ұйықтадым. Онда ұйықтасаң қалай пісірер екенсің? Өтірік айтпасай, ұлым. Өтірік айтқан жаманның белгісі. Бірақ мені қуантыпсың, рахмет. Жақсы, уже түн болды ма? Жоқ. Қазір мен киініп алайыншы. Мына түрмен мен қалай не істеймін? Ұлым, ау анашым, мен кетіп бараттым дүкенге. Үйді қарап қой, есікті ешкімге ашпа. Жақсы, ашпаймын ғой. Жақсы, мен кеттім дүкенге. Машинды шығарайын. Мына қарызды қашан қайтарады? Ток, үйде кім бар? Шық. Ей, сен кімсің? Қазданды қашан қайтарасыңдар? Мен бұл сенің маман менен 1 миллион қарыз істеді. Соны қайтарам. Бол тез ақшаны бер, аты бұзық кіремін үйіне. Менде ақша болмай тұр. Өзім жинаған ақшамды берсем екен. Бірақ оған мен анама шатып алып келем. Бірақ өзімде анам сыйлығым ғой, қарызды төлеген. Бол деймін сен балаға. Бол тез. Ей, мен ақша бермеймін. Кет бар. Кетпеймін, бол тез. Ойбай, мынау қорқытып қояды, қорқытып. Қазір бермесең, таяқ жейсің. Ей, мынау, қалай бетіммен. Ойбай, кет, кет. Ақша жоқ деп, өзім ештеңе таба алмай отырсам. Кешір. Ой, сыбағасын бердім. Лай. Ұлым, мен келдім. Ұлым, ешкім кірген жоқ па үйге? Саған сондай болды ма не? Жақсы, ұлым. Сен не істедің сол кезде? Мен қылышымды шығарып, оны сабадым. Қылышымды шығарып сабадың? Молодец. Ойбай. Жақсы, молодец. Қазір мен наны қалайденге салайын, сөзін жақсылап тұрып қазір сан торт пісіріп берем. Ұлым, мен сан күшті бір сәт пісіріп қойдым. Ұлым, кел. Ұлым, ау анашым,
Міне мен саған торт пісіріп қойдым. Вот торт, мен жақсы көретін торт қой. Кел екеуміз кесіп жейік. Өте дәмді болды, иә? Иә. Жақсы. Так, бәрі өтсін, сосын ұйықтайық. Ұлым, ұйықтаватсың ба? Иә. Жақсы, қайрылдым, бетінен сүйдім. Жақсы, мен кеттім, мен де ұйықтаймын. Сосын таңертең демалыс қой, бәрібір кеттім. Мен де шаршадым, мен де ұйықтайын. Маған бала қарау оңай емес қой. Ұйықтай. Ток. Кім мұнау? Қазір барып көрейін. Бұл полиция. Ашыңыздар. Бұл полиция. Кім бар үйде? Кім бар? Бұл ашыңыздар. Бай мұнау. Ей, сен. Сені қазір. Кет бар, мен саған кет деп айттым. Неге келе бересің? Өтірік полиция болды. Мен шын полициямын. Қазір полицияны шақырып келемін. Кет екінші. Ойбай! Мынау артта қалды ғой. Суға секірейін. Бұл кім? Ұлым, сен бірдемені байқадың ба? Полиция келді ма? Ужас. Ұрпа. Уже күн келіпті ұйықтайын дегенше. Жақсы жүр, кеттік. Күшті ұрыпсың, молодец. Өскенде герой боласың. Кеттік. Ол қарызын, негізі қарызды қайтару керек еді, кеттік. Полициямен келіп тұрады ғой. Жақсы. Завтра берейін.